Нарик Саяжан. Менің жобам үй туралы. Қалай ойлайсыздар? Әрине, қазіргі таңда өзімнің туған жерімде қолжетімсіз болып жатқан қораптағы сыйлықтар туралы. Сондықтан менің жобамның тақырыбы қораптағы сыйлықтар. Жобамның өзектілігіне келетін болсақ, туған жерім Ақсу-Ойылы ауылында қораптағы сыйлықтардың тартымды болмауы, көлден шықпай, мерекелер жақындағанда ерекше сыйлық түрін таба алмау. Сонымен қатар математикадағы рөлі бірі білсе, басқасының біле білмеуі. Ал мақсатына келетін болсақ, осы жоба арқылы ауданымызда ерекше қораптағы сыйлықтарымызбен қамтамасыз етіп, аудан және қала тұрғындарына көңілдерінен шығу. Міндеттері заманауи қораптағы сыйлықтарды онлайн түрде өндіру, өнімнің нарықтағы сипаттамасын зерттеу, сонымен қатар кіріс пен шығыс есептері шығару. Ең алдымен мен ауыл тұрғындарына сауалнама алған болатынмын. Сол сауалнамада бізде егер ауылымызда қораптағы сыйлықтар дүкені ашылса қалай қарайсыздар деген сұрақ қойылды. Сауалнамаға ауыл тұрғындарының 50% қатысты, яғни сауалнама нәтижесі бойынша ауыл тұрғындары мен идеямды қолдады. Ауданымызда қолжетімді бағада тегін жеткізу бойынша дүкендер бар ма? Мен аудан бойынша зерттеу жұмысын жүргіздім. Зерттей келе тек аға дүкенінде бар, оның өзі қазіргі таңда жұмыс жасамайды. Зерттей келе бұл бизнес түрі ауданымыздың қаламызда дұрыс қамтылмаған. Ал жобаның гипотезасы алдағы уақытта ерекше сыйлықтарға арналған дүкенді ашу. Ал жаңалығына келетін болсақ, тек бір деңгейде тұрақтап қана қоймай, алуан түрлі идеяларды іске асыру болып табылады. Ендігі кезекте жобаның күтілетін нәтижесіне келетін болса, армандағы дүкенімізді ашып, арнайы брендтер бойынша бизнесімді жасау. Өнімнің нарықтағы сипаттамасы өнім сұранысқа ие, тапсырыс берушінің көңілінен шығатындай ерекше бейнемен жасалады. Ал баға арнайы сайттармен келісімге отыру арқылы. Негізгі және әлеуметтік бәсекелестіктер бұл кәсіп бойынша шет ауданында, тіпті қаламызда бәсекелестіктер жоқ. Жарнама, инста парақша ашып, онлайн дүкенді дамыту болып келеді. Әр кәсіптің өзіндік маркетингтік стратегиясы болады. Менің бизнесім қазіргі кезде ең керекті бизнес болып табылады. Халыққа қолайлы бағада жеткізіп, тегін жеткізу қала бойынша қамтылады. Осы жерде мен жобама арнайы ашқан инста парақшамды көре аласыздар. Сонымен қатар бізде тұтынушылармен байланыс WhatsApp, Instagram желілері арқылы. Жобаға таргет жоспарын да қарастыруға болатынмын. Таргет жоспары туған жерінен онлайн дүкенді ашып, ақылы түрде таргет жібере отырып, аумақты белгілеу. Екінші қадам онлайн дүкенді инстаның арқасында тек шет ауданында ғана емес, таргеттің арқасында OLX-қа да Қазақстан бойынша почта арқылы жеткізу қызметтеріне қосу. Үшінші болса, оқырман клиент жинау үшін TikTok, WhatsApp, Insta желілерінде белсенді болу. Инстаға рил жүктеп, TikTokқа тақырыпты байланысты видеолар салу. Ал серіктестік байланыс Инстада не секілді жаңадан ашылып жатқан бизнес түрлерімен серіктестік байланысқа келіп, бір-бірімізді жарнамалап, оқырмандарымызды екі жақта да жинайтын боламыз. Ал іске асыру жоспарын осы кестеден көре аласыздар. Сонымен қатар менің жобам 3 бағыт бойынша қарастырылады. Бірінші бағыт қазақи нақыштағы және қалдықтарға екінші өмір беру барысында жасалатын сыйлық болса, екінші бағытымыз заманауи қораптағы сыйлықтан. Үшінші бағыт кез келген қонақтың асқазанына жол табатын қораптағы сыйлығымыз. Сонымен қатар осы бизнесімді математикамен байланыстырған болатынмын. Енді кезекте бір есепке тоқталып кетсем, шардың көлемі, яғни шардың көлемі қорапқа қанша сиятынын анықтау керек. Енді онымен біз қораптың шардың көлемін анықтап аламыз. Одан кейін қораптың көлемін шардың көлеміне бөлеміз, яғни 250 мыңды 4186, яғни бұл бізде шардың көлеміне бөлген кезде бізде бір қорапқа 59 шардың сияды. Тапсырыс берушінің назарына осы кестені ұсынамын. Яғни бұл жерде бірінші кестеде арнайы бір бокс түрін қарастырып, оған бағаларын сату бойынша қойған болатынбыз. Екінші кестеде бізде арнайы шарлардың бағасы мен қораптың бағасы көрсетілді. Үшінші, менің өнімімнің ерекшелігі қандай? Бірінші ерекшелігі қазақи нақышпен байланыстырамын. Екіншісі болса, алыстан арбаған жақыннан дорбаға қалдықтарға екінші өмір сыйлай отырып, солардан сапалы өнімдерді өндіремін. Үшінші ерекшелік, менен өзіңізге керек кез келген сыйлық түрін таба алатын боласыз. Есеп пен бизнестің байланысына келетін болсақ, яғни бұл жерде арнайы шарлар туралы есепте құрастырылған болатын. Шарлар стол үстінде не ақ, қара түсті шарлар бар. Олардың қанша ағы байқау үшін арнайы теоремалар қолданылады. Осы жерден бізде яғни қораптың санын, теңгелер санын көре аласыздар. Енді кезекте бұл жерде қарапайым есептерде қарастырылған. Менің қорытындым адам функционалда сауатты болуы керек. Есепте білу арқылы оны пайда табу көзіне де айналдыра білу керек. Есептеу арқылы жүйрікте болуымыз керек. Осы тұста бизнесіне математиканың пайдасы қолдандым. Ұсынысым қазіргі таңда аудан тұрғындарына креативті сыйлықтар жасау, аудан бойынша жаңа деңгейге шығу, ерекше сыйлықтарымыз арқылы кез келген мерекелерде қонақтарға сыйды ұсына білу. Пайдалану нәтижесі бар. Назарларыңызға рахмет. Сонымен қатар мен арнайы сіздерге әкелген көмектемін бар еді. Бұл жерде бізде қораптағы сыйлықтарды көрсете аламын.
сыйлығыңызда қазақи нақышпен, яғни қазақ халқының ұлттық тағамдары көрсетілген болатын. Бұл сіздерге арнайы дәм тату үшін әкелінді. Сонымен қатар арнайы шарбат бойынша да мен өз бизнесіммен байланыстырған болатын. Яғни бұл бізде арнайы шарбаттың қорабы, әр мерекелерге осындай біз қораптағы сыйлығымызды ұсына аламыз. Жұмыс осымен аяқталды. Өзіңізден сұрақтарыңызды қойып болады. Яғни үстінде қара, ақ түсті шамдар бар. Олардың қаншасы ақ, қаншасы қара екенін білуге арналған есеп. Яғни арнайы мысалы салатын болсақ, қазіргі таңда мынау шамдарды менің бизнесіммен байланысты ғой. Бұлар сыйлықтың бір түрі. Ал бұл жерде яғни арнайы жәшіктегі салынған шамдар. Оның өзі менің бизнесіммен байланысты есеп болып табылады. Сіз заранее білесіз ғой қандай шаш салатыныңызды? Иә. Арнайы есепте құрастырдым ғой. Келесі. Қарапайым есептер. Бұл қарапайым есептер тойбастарды, яғни жаңа айтып өттім ғой сізге, бұл менің бизнесімде тойбастар барлығы қамтылады. Яғни тойбастар ішінде тойбастарға қанша баннер, қанша теңге тұратынын, сонымен қатар тәттілердің қанша теңге тұратынын анықтау үшін. Сіз осы бизнесіңізді әлі ойша ма, или іске асыруды бастадыңыз ба? Қазіргі таңда мен осы жобаны алдыңғы жылдан бері бастап келедім. Қысқаша түрде өзімнің ауылымда мен осы бизнеспен енді прям емес, но айналысып жүрмін. Бастадым. Жақсы. Енді мен экономикалық тұрғыда да сізге осындай сыйлық түріне бәсекелестерге айналысып жүрмін. Бәсекелестеріңіз қаншалық? Бәсекелестер қазір мен өз туған жерімде бастап жатқаннан кейін бізде бұндай сыйлық түрлері ауданымызда қамтылмаған, мереке жақындағанда ерекше сыйлық түрлері таба алмаймыз, қолжетімсіз болып жатыр. Сондықтан да өзекті. Иә, сондықтан да өзектілік деп ойлап осы жобаны тапқан болатын. Жоқ.